Пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам соңғы хутбасы. Хижри санағы бойынша 10-шы жылы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қажылық парызын орындап біткен соң, мынадай Құраннан аяттары түсті. Бүгін діндеріңді толықтастырдым, және нығметімді тәмамдадым. Сондай-ақ сендерге ислам дінін қоштап ұнаттым. Мәйда сүресі 3-ші аят. Бұл аятты естіген Әбу Бәкір көзіне ерік беріп, жылай кетті. Жанындағы сахабалар: «Әй Әбу Бәкір, неге жылайсың? Бұл әдеттегідей Құран аяттары емес пе?» деп жұбатуға тырысты. Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын, бұл аятта Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біздің арамыздан кету жайлы меңзеп тұр деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болуына 9 күн қалғанда Құран кәрімнің соңғы аяттары түсті. Аллаға қайтарылатын, содан соң әркімнің еңбегі өздеріне кемітілмей толық берілетін күннен сақтаныңдар. Бақара сүресі 281-ші аят. Күн өткен сайын пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам халі нашарлай бастады. Сахабаларға Ухуд соғысында шейіт болған сахабаларының бейітіне барғысы келетінін айтты. Ол жерге келгенде: «Әй Ухуд соғысында шейіт болғандар, сіздерге Алланың сәлемі болсын. Сіздер жақсылықта озатсыздар. Алла қаласа біз де сіздермен қауышармыз. Алла қаласа мен сіздермен қауышамын» деп сөзін аяқтады. Ухуд соғысында шахид болған сахабаларының бейітінен келе жатып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көзіне жас алып жылады. Мұны көрген сахабалар: «Ей Алланың елшісі, сізді не мазалайды? Неге жылайсыз?» деп жұбатуға тырысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Сүйікті бауырларымды сағындым» деп жауап берді. Сахабалар: «Алланың елшісі, біз сіздің бауырыңыз емеспіз бе?» деп сұрақ қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Сендер менің достарымсыңдар, менің сүйікті бауырларым. Мен әлемнен өткен соң келеді. Олар мені көрмесе де маған иман келтіреді» деп жауап қатты. Пайғамбарымыз қайтыс болуына 3 күн қалды. Ауруы асқынып, мазасы қашты. Ол кезде Маймун анамыздың үйінде болатын. Аналарымыздың басын қосып, егер қарсылық танытпаса, Айша анамыздың үйінде болғысы келетінін жеткізді. Аналарымыз қарсылығы жоқ екендігін жеткізді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам орнынан тұруға шамасы келмеген соң, Әли және Ибн Аббас пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам сүйемелдеп Маймун анамыздың үйінен алып шықты. Мұндай көріністі көрген сахабалар пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам не болды деген үрейлі жанашырлықпен бір-біріне сұрақ қоюмен болды. Бұл хабар Мәдина қаласына лезде тарады. Пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам хәлін сұрауға келген сахабалар мешітке лық толы. Айша анамыз пайғамбарымызды күтіп алуға алдынан шығып, қолынан сүйемелдеп көмектесуге тырысты. Қатты терге малынып, өмірімде адам баласының мұншалықты терлегенін алғаш рет көруім. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қолымен бетін сүртетінмін. Өйткені оның қолы менің қолымнан да жұмсақ, жайлы болатын. Және де жанында келе жатып мынандай сөздерді естігенін жеткізді: «Алладан басқа тәңір жоқ. Расында менің бойымдағы көрініс өлімнің белгілері». Пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам хәлін сұраушы сахабалардың жарқын дауыстарын естіген Алла елшісі: «Бұл не деген көпшіліктің ызыңы?» деп жанындағылардан таңдана сұрады. «Уа Алланың елшісі, олар сіздің науқастанып қалғаныңызды естіп, сізді көруге асығуда» деп жауап қайтарды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келген сахабалармен қауышқысы келетінін айтып, мешітке кіріп, сахабалармен сәлемдескен соң мінберге көтеріліп былай деді: «Сіздер менің науқастанып қалғанымды естіп келген боларсыздар». Сахабалар: «Алла оларға разы болсын». «Иә, солай» деп жауап қайтарды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Ей достарым, менімен қауышатын орындарыңыз жалған дүние емес, бәлкім мәңгі дүниедегі Хауыз бұлағының жанында болар. Ей адамдар, Алланың атымен ант етем, сіздерді кедей болып, Алланы еске алушылардан қайғырмаймын. Дүниеге қатты беріліп,
Алланы еске алмаушы үмбетім жайлы қауіптенем. Өйткені дүние сіздерден алдыңғы қауымды жермен жексен етті. Ей адамдар, Алланың есімен ант етейін, намазды сақтаңыздар. Алланың есімен ант етейін, намазды сақтаңыздар деп бірнеше мәрте қайталады. Ей адамдар, әйел кісілерге қиянат жасаудан Алладан қорқыңыздар. Әйел кісілерге қиянат жасаудан Алладан қорқыңыздар. Әйел кісілерге жақсы мәміледе болуларыңызды өсиет етем. Ей адамдар, расында адамдардың ішіндегі озаты, жалған дүние мен шын дүниені таңдау еркі берілсе, шын дүниені таңдағаны деп сөзін аяқтады. Айтылған соңғы сөздің мағынасын сахабалардың арасынан Әбу Бәкірден басқа ешкім түсінбеді. Ол айтылған астарлы сөздерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзін меңзеп тұрған еді. Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын: «Уа Алланың елшісі, ата-анам сіздің жолыңызда құрбан болсын, әйел балаларым сіздің жолыңызда құрбан болсын, мал дүнием сіздің жолыңызда құрбан болсын. Сіздің арамыздан кетуіңізді қимаймын» деп көзіне ерік беріп, шыдай алмай дауыстап жылай бастады. Сахабалар: «Не айтып тұрсың? Арамыздан кетпеңіз дегенің қалай?» деп Әбу Бәкірге, Алла оған разы болсын, сұрақ қойып мазалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Әбу Бәкірдің орнына жауап беру мақсатында былай деді: «Ей адамдар, Әбу Бәкірді мазаламаңыздар. Сіздер жасылық амалдарында бір-бірлеріңізбен теңесе аласыздар, бірақ Әбу Бәкірмен теңесе алмайсыздар. Әбу Бәкірді Аллаға тапсырдым. Оның лайықты сауабын өзі мөлшерлеп береді. Жәннат есіктері жабық тұрады, бірақ Әбу Бәкірге ашық тұрады». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мінберден түсер алдын сахабаларына былай деді: «Ей адамдар, қияметке дейін келетін үмбетіме менен сәлем айтыңыздар» деп сөзін аяқтап мінберден түсті. Сахабалар сүйемелдеп бөлмесіне кіргізді. Ауру асқынғаны соншалықты месуак алып тісін тазалауға әрекет еткенімен шамасы келмеді. Мұны байқаған Айша, Алла оған разы болсын, месуакты алып пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам аузына салып берді. Оны қолдануға шамасы келмеді. Месуак құрғақ болуына байланысты Айша месуакты алып өзінің аузына салып, месуакты ылғалдап қайта пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам аузына салып тісін тазалауына көмек жасады. Айша анамыз, Алла оған разы болсын, былай деді: «Пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассалам соңғы сәттерінде месуак арқылы түкірігіміз араласты». Айша анамыз, Алла оған разы болсын, былай деді: «Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам көру үшін қызы Фатима, Алла оған разы болсын, келді. Әрдайым келгенде сүйікті Захра қызының маңдайынан сүйуші еді. Бірақ осы жолы сырқатына байланысты қызын сүйіп еркелетуге шамасы келмеді. Әкесінің мұндай күйде жатқан көрген Фатима, Алла оған разы болсын, көзіне жас алып жылай бастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүйікті қызына былай деді: «Фатима, қызым маған жақында» деп құлағына сыбырлады. Фатима, Алла оған разы болсын, жылай бастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екінші рет: «Фатима, қызым, құлағыңды жақындат, бір сөз айтам» деді. Құлағын тосқан соң жылағанын тоқтатып күлімсірей бастады. Айша анамыз, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болған соң бір шама уақыт өткеннен кейін Фатимадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өлім төсегінде жатқан кезде құлағына сыбырлағанда жылағанын, екінші сыбырлағанда күлгені жайлы сұрады. Фатима: «Алғашқы сыбырлағанда сол күні түнде қайтыс болатын айтқанда жыладым. Екінші сыбырлағанда туыстардың ішінде алғашқы болып менімен қауышатын айтқанда қуанғанымнан күлімсіредім» деп жауап берді. Расында Фатима, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болған соң 6 айдан кейін қайтыс болды. Айша анамыз, Алла оған разы болсын, былай деген: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бөлмеде жалғыз қалуын жеткізді. Ол жердегі адамдармен қосылып, мен де есікке таянған сәтімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менің қалуымды ескертті. Мені жанына шақыртып, мүбәрәк басын аяғыма қойып, ұйқыға кетті. Бірнеше уақыттан кейін жаратушы Раббыма қайтуды қалаймын деген сөздерді қайталады.
Мен іштей, өмір сүру мен өлім таңдау еркі берілгенін түсіндім. Мүбәрак денесінен жаны шығып, Алланың рахматына кетті. Қолымда жатқан басы, қимылсыз қалғанда, қайтыс болғанын түсініп, адамдарға хабарын берді.